Барлығымыз қазіргі кезде Майнкрафт ойынын ойнаған шығармыз. Бұл ойын туралы жасалған қорқынышты анимациялар топтамасын ұсынамыз. Ассалаумағалейкум достар, видео артында абай ғой арнасы. Бүгін сіздерге кереметтей мистикалық контентімізді ұсынамыз. Лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше мен бастаймын. Бірінші анимация Майнкрафт ойынның ішіне түсіп кеткен бала туралы анимация болады. Анимация басталған кезде біз өте тырық, сүйектері шығып кеткен бір тірі баланың компьютер алдында отырғанын көреміз. Оның бөлмесіне анасы кіріп қалып, не болды, не үшін айқаладың деп сұрайды. Бала анасына қарап, мама, менің Майнкрафт ойнағанымды миллион адам стримді қарады деп айтады. Бұл нәрсені әлемде әлі ешкім істемеді деп айтады. Егерде оны біреу істесе, оны үлкен сыйлық күтіп тұр, ал ол сыйлықты мен қазір аламын дейді анасына. Анасы баласының біраз жылдардан бері осы ойынға тәуелді екендігін білетін еді, бірақ бұл жолы оның қандай сыйлық күтіп тұрғанын білген жоқ. Бала, мен қазір сыйлықты алуға аттанамын деп айқайлайды, және осы жерден баланы Майнкрафт әлеміне алып кетеді. Бала осы Майнкрафт ойынын ойнап тәуелді болып ақымақ болып қалған, ал анасы болса оның жасап жатырған іс-әрекетінен қатты қорқады. Осы кезде бала қорқынышты түрімен Майнкрафттағы сыйлықты алуға аттанып бара жатырғанын айтады. Компьютерден бір шынжыр шығып, баласын алып кетеді, ал анасы қорқып қалады. Майнкрафт әлеміне түскеннен кейін баланы осындай крестикке жатқызады. Баланың қолдарына шеге қағып, оны ұра бастайды. Бала бұның бәріне қарсы болмайды, себебі бала Майнкрафт ойына тәуелді болып ақымақ болып қалған. Осы кезде бала Майнкрафт әлемі осындай болады екен ғой деп қуанып таңғалады. Ал компьютерден стримдағы адамдардың барлығы қарап отырады. Бала өлім алдында тұрғанын білсе де ойынды жалғастыра береді. Ал анасы болса көмек сұрау үшін біреуге хабарласып баланың жағдайын айтады. Ойынның ішіне түсіп кеткенін де айтады. Анасы бірақ бұрылып кетіп қалады, себебі анасына да бұндай баладан шаршаған. Ал Майнкрафт әлемде адамдар баланы байлап қойып өлтіруге дайындалып тұрады. Осы жерден Майнкрафт туралы бірінші анимациямыз бітеді. Енді бұл анимацияны талдап талқылайық. Анимациядағы кейіпкерлер ол анасы мен баласы. Баласы біраз жылдан бері стрим жүргізіп Майнкрафт ойынымен айналысқан. Бірақ оны көптеген адамдар қарамайтын болған. Сонда да оған қарамастан баланың ойында миллион қаралым жинау болды. Анасы да баласының ойында оны тоқтатпақ болса да, оны компьютерден шектетпек болған. Бірақ тентек бала Майнкрафтқа тәуелді болғасын кез келген нәрсемен Майнкрафт ойнайтын еді. Сондықтан да анасы баласынан шаршап мән бермей кетіп қалады. Бар ақпаратымен бүгінгі видеоны аяқтаймыз достар. Осы видеоға 100 лайк жиналғасын мен сіздерге Майнкрафттағы криперден шығуын анимация арқылы айтатын боламын. Лайк басып, арнаға тіркеліп, келесіде қызықты контенттен құр қалмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған абай ғой арнасы. Сау болыңыздар.